сізге көмегім керек жоқ па? Жоқ, рахмет керек емес. Қысылмай ақ қойыңыз. Қарындасыңызды ғой. Жоқ, болды, рахмет өзім ақ. Әлде қорқып тұрсыз ба? Қорқынышты кинодағы актерға ұқсамайсыз, әуре болмай ақ қойыңыз. Кешіріңіз. Ойпырмай, сізден қорқып не бопты Тайыры? Сіз сияқты жігіттердің талайын көргем. Сондықтан сырларыңызға қанықпын десем де болады. Сізге қазір көмектесіңіз десем, сәлден соң сіз менің атымды сұрайсыз. Сосын қоштасарда телефон номеріңді бер деп жабысасыз. Зачем мне лишние проблемы? Құдай-ау, қырсық қыз, заттары ауыр ғой. Кетіп қалсам, ұят болар сірә. Тұлғалы екен, көздері шоқтай жайнап тұр. Сөз де жасанды емес секілді. Қап, өзім көтерем деп текке айттым-ау. Әттең, тағы бір көмектесейін деп айтса ғой. Қыздың қырсықтығы өзіне қандай жарасымды. Әттең, жақын танысып алсам ғой. Енді тағы да көмектесуге ниет білдірсе, қолына өзім ақ ұстата салар едім. Сүйгіден түгілме деп демалысқа барған сайын әжем айтып отырушы еді. Көргені көп сияқты мына жігіттің. Бір қызды аялап отыруға шамасы жететіндігі де сезіліп тұр емес пе? Ал саған қарақат, енді тағы да керіл, тағы да адасып қал. Бақытқа жетелейтін бағдарыңнан. Енді ол жігіт өліп кетсе де саған көмек қолын ұсынбайды. Әй, баламысың деген-ау. Осыншама шала болармысың? Жап-жақсы жігіттен қарадан қарап айырылдым. Мына қиқар қыздың мінезі қызық екен өзі. Оңайшылықпен илікпейтін сияқты. Бірақ қылығы жағымды екен. Биязы, бәрінен де көздерін айтсаңшы. Қарақат көзді қарағым, аймалап ескен самалым, шарлатқан шаттық аралым. Міне, енді өзіне жарасып ақ кетті. Құдай-ау, аршыған жұмыртқадай болған түріңнен айналайын. Көмектесейін десем, тағы да тоқымыңызды бауырыңызға алып тулайтын шығарсыз. Не істесем екен? Жанынан үндемей өтіп кетсем, ыңғайсыз болар. Әбден есім шықты ғой. Әй, не де болса көрейін. Қолын талғандай кейіп танытып, өзін тағы бір көріп алайыншы. Сөмкеңізді жерге қойыңызға қарағанда, қолыңыз талдау деймін. Кешіріңіз, сізден кешірім сұраймын. Жоғары тағы да көтерілесіз бе? Иә, тағы бір көше жүремін. Бір өзіңіз қорқпайсыз ба? Қасымда сіз сияқты атпал азамат тұрғанда неден қорқамын? Ендеше көмектесейін. Мейліңіз. Махаббаттың бұл дүниеде барлығына жүрек шіркін сенбесе, енді не деп сұрасам, қалай жауап қатар еді? Аға. Ау. Кешіріңіз. Қарындасым-ай, махаббат деген, ғашықтық деген, осылай уақытқа да, ақшаға да бағынбайтын ерекше бір сырлы сезім ғой. Аға, мына мен үйім. Алқаш Андрейдің сатуған сендер екесіңдер ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз, қалқан. Телефон номеріңізді бере аласыз ба?